15-ші аудиомәтін. Алакөл. Алакөл өте ертеден келе жатқан Қазаншұңқырдың бірі. Алакөлдің Ұлыкөл, Таулыкөл дегенде атауы болған. Ауыл ақсақалдары бір заманда Алакөл мен Балқаш қосылып, Телегей теңіз болған деседі. 19 ғасырда Шоқан Уәлиханов екі байтақ судың бір тұтас су қоймасы болғанын алғаш рет анықтаған. Ғылымда оны Ханхай теңізі деп те айтады. Таулыкөл атауына келсек, мұнда Тянь-Шань сілемдері саналатын Жоңғар Алатауы, батысында Тоқта тауы, шығыста Барлық, теріскейінде Барқытбел, Тарбағатай жотасы анық көрініп тұрады. Көлдің беті Қаракөк, Шымқай көк, Көгілдір, лайсаң сары болып түрлі түске енуі оның Алакөл атануына себеп болған сияқты. Алакөлде алып кесірткелер мен дәуірлес өмір сүрген деп саналатын қара басты реликті шағала бар. Реликт деген сөз латын тілінен аударғанда қалдық дегенді білдіреді. Баяғы заманнан келе жатқан қалдық құс әлемнің екі-ақ жерінде сақталыпты. Бірі Бурят еліндегі Бөрей-Төрей көлінде, екіншісі Алакөл. Алакөлдің суы шипалы. Шыңғыс хан мен оның жер жүзін жаулаған әйгілі қолы Алакөлде талай ат шалдырған екен. Сарбаздар соғыста алған жарақаттарын Алакөлде шомылып жазатын болған. Яғни көл суының аузы ашық жараға шипасы Шыңғыс хан дәуірінен белгілі болған. Су құрамында тоз бен иод, минералды заттар мөлшері өте көп. Кеңес кезінде Алакөл жағасынан ғарышкерлер үйі салынды. Зеңгір көктен оралған ғарышкерлер бойындағы радиациялық заттардан арылу үшін Алакөлге шомылыпты.